Қайырлы таң достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз осындай сырники дайындаймыз. Ол үшін 400 грамм ұнымызға 60 граммдай қант, кішкене тұз, 1 шай қасық ванильді қант қосып, 2 кішкентай жұмыртқа немесе 1 үлкен жұмыртқа қосамыз. Осының барлығын араластырамыз. Егер де сіздің ірімшігіңіз осындай түйіршік болса, онда біз блендердің көмегімен немесе миксердің көмегімен тегістеп аламыз. Содан кейін оған 2 ас қасық ұнымызды қосамыз. Бір ескертетін жай, қантымызды оннан кейін қоссақ жақсы болады. Өйткені миксермен араластырғанда қантымыз еріп, массамыз сұйық болады. Енді әдемілеп қолымызды сулап, осы сырниктерді дайындаймыз. Табамызды қыздырып, сұйық май немесе сары майымызды қосып, сырниктерімізді дайындаймыз. Дайын болған соң тарелкемізге әдемілеп салып, жеміс-жидектермен, қаймақпен қоссақ, тәбетімізді ашатындай әдемі болады. Сіздерге таңғы асқа дайындауға кеңес беремін, өйткені ол өте тойымды, өте оңай дайындалады және дәмді. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз.